Бәріне әссәламу алейкум достар. Әлемді жаулап алуға мүмкіндігі болған империялар 4-ші бөлім. 1-ші Ратука империясы, құрушысы Дандакурта, өмір сүрген жылы 753-982 жылдарда. Астанасы Маньякхыста, аумағы белгісіз. 2-ші Булдоба эмираты, құрушысы Ахмед Али Хасан, өмір сүрді 935-1055 жылдарда. Астанасы Шираз, аумағы 1.600.000 километр. 3-ші Реш Посполитая, құрушысы Сигизмунд 2 Август, өмір сүрді 569-1795. Астанасы Варшава, Кракова, аумағы ең жоғарғы 1637 жыл бойынша 990.000 километр. 4-ші Бұқара хандығы, құрушысы Мұхаммед Шайбани, өмір сүрді 1500 және 1920 жылдарда. Астанасы Бұқара, Самарканд, аумағы белгісіз. 5-ші Каролинг империясы, құрушысы ұлы Карл I, өмір сүрді 800 және 962 жылдарда. Аумағы 1.112.000 километр. 6-ші Бабилон империясы, құрушысы Набахор I, өмір сүрді 1126-1105 жылдарда. Астанасы Бабилон. 7-ші Абар қағанаты, құрушысы Баян I, өмір сүрді 562-823 жылдарда. Астанасы Сегетті бар. 8-ші Мали империясы, құрушысы Сунделти, қайта өмір сүрді 1230 және 1545 жылдарда. Астанасы Коба, аумағы 1.240.218 километр. 9-ші Мандажырта империясы, құрушысы Редана Бинджали, өмір сүрді 1293-1520 жылдарда. Астанасы Манджахит, аумағы белгісіз. 10-ші Кип Русы, құрушысы Юрик, өмір сүрді 862-1240 жылдарда. Астанасы Новгород, Кип, аумағы 1.330.000. 11-ші Мәмлүк империясы, құрушысы Муазеттин Айбек I, өмір сүрді 1250-1517 жылдарда. Аумағы 2.100.000 километр. Астанасы Каир. 12-ші Маратках империясы, құрушысы Чибаджи, өмір сүрді 1674-1819 жылдарда. Астанасы Райдот Пуна, территориясы 2.800.000 километр. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد